бұрын бір жігіт ішіп ерігіп жүріп енді ақша табудың жолын таппай сонымен бір клиника ашыпты да сыртына жазып қойды табличкаға кіру 5 мың теңге, дертіңізге шипа таппасақ 10 мың теңге қылып береміз деген ғой. Соны бір өтіп бара жатқан бір найман оны көріп қалған. Сондықтан ақша жасап алайын деп 5 мың теңгесін беріп кірген ғой ана клиникаға кірген, дәрігер шыққан, саламатсыз ба, қандай көмек керек? Найман тұрып айтқан, мен дәм сезу қабілетімді жоғалтып алдым, мен дәм сезе алмаймын деген ғой. Ол емнің шипасын табамыз. Оля 44-33 алып қойшы деген ғой. 44-33 алып қойды. 44-33 антисептигін алып қойшы деген ғой. Алып келген. Ана стаканға құйып берген. Сатып берген. Мына бензин ғой, не беріп жатсыңдар деп ана жерден найман кипиш шығарған. Шипаны дәрігер тұрып, құттықтаймыз. Сіздің дертіңізге шипасын таптық, тіліңіз дәм сезетін болып деген ғой. Үшінші күні қайттан келген. Үшінші күні найман қайттан келіп айтқан. Дәрігер, қандай көмегіңіз керек? Мен есте сақтау қабілетім жоғалтып алдым. Мен есте сақтау қабілетімді орныма келтіріп беріңіздерші. Жарайды, әке 5 мың теңге. Мына 5 мың теңгесін берген. Оля 44-33-ға антибиотик 44-33 алып қойшы деген ғой. Мынау кешегі бензиндерін ғой ішпеймін мен деген ғой. Құттықтаймыз, сіздің есте сақтау қабілетіңіз орнына келді. Біз шипа таптық дертіңізге деген. Найман тағы кеткен. Үшінші күні қайттан келген ғой. Осы жол қолында таяқ, көзі көрмейді деген. Дәрігер, қандай көмегіміз керек? Мен көз көру қабілетім жоқ, зрениям жоғалтып алдым деген. Кешірерсіз, біз сізге ондай көмек бере алмаймыз. Уәде еткендей 5 мың теңгеге 10 мың теңге қосып береміз деп конверт қолына берген. Мынаны тұрған конвертті ашып қалған. Ішінде 10 мың емес 5 мың теңге. Мыналардың ішінде 10 мың емес қой, 5 мың теңге ғой. Құттықтаймыз. Сіздің көру қабілетіңізді де жақсартып